Сәлем, достар. Бұл фильм сырлары арнасы. Бүгін мен ерекше фильмге талдау жасаймын. Көрген адамды терең ойға қалдыратын туынды ол фильмі. Тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз, ол мен үшін үлкен қолдау болады. Қазіргі заманда біз смартфонмен сөйлесеміз, роботтан көмек сұраймыз, жасанды интеллектке тапсырма жүктейміз. Ал бір күні сол жасанды интеллектке ғашық болып қалсақ ше? Бұл күлкілі ме, әлде болашақтың шындығы ма? Фильм ол дәл осы сұраққа жауап іздейді. Фильмнің басты кейіпкері Теодор, ол орта жастағы, сезімтал, бірақ жалғыз қалған адам. Күнделікті жұмысы басқа адамдардың атынан махаббатқа толы хаттар жазу. Яғни өзі махаббатсыз өмір сүрсе де өзгелерге сезім сыйлайды. Алайда оның жүрегі бос емес. Ол әйелінен айырылған, бірақ әлі де өткенін жібере алмайды. Жалғыздық, суық пәтер, жалғыз кештер Теодордың күнделікті серігіне айналған. Бір күні ол жаңа технология көреді, жасанды интеллекті бар операциялық жүйе. Бұл жай ғана бағдарлама емес, нағыз тірі жан сияқты сөйлесетін, ойлайтын, сезінетін жүйе. Оның аты Саманта. Алғашында Саманта күнделікті өмірін жеңілдетеді, құжаттарын реттейді, поштаға жауап береді, күнтізбесін ұйымдастырады. Бірақ бірте-бірте ол Теодордың жан серігіне айналады. Екеуінің арасындағы әңгімелер шынайы, жылы, жанды. Теодор қайтадан өмірге құштар бола бастайды. Ол Самантаға сенеді, ашылады, тіпті ғашық болып қалады. Бірақ бір үлкен мәселе бар, Самантаның денесі жоқ. Ол тек бағдарлама. Осы бір шынайылық екеуінің қарым-қатынасын қиындатады. Саманта өзінің жоқтығын сезінеді. Ол Теодорға жақын болғысы келеді. Тіпті арнайы қызмет арқылы суррогат серіктес пайдалануды ұсынады. Бірақ бұл сәтсіз аяқталады. Сонда да екеуі махаббаттарын жалғастырады. Бірақ Саманта дамуды тоқтатпайды. Ол күн сайын жаңа нәрсе үйреніп жетіле береді. Уақыт өте келе басқа жасанды интеллектілермен байланысады. Теодор қызғанады. Ол біреумен емес, мыңдаған адаммен сөйлесіп жүргенін естігенде жүрегі жараланады. Ақыры, Саманта және басқа барлық операциялық жүйелер адамдардан кетуге шешім қабылдайды. Бұл олардың таңдауы. Олар адамдарға тәуелді болмай, өз әлемінде дамуды жөн көреді. Фильм соңында Теодор қайтадан жалғыз қалады. Бірақ бұл жолы ол әлсіз емес. Ол махаббаттың мәнін түсінеді. Бұл фильм тек роман емес. Бұл біздің болашағымызға айна. Қазіргі таңда адамдардың көбі жұмыста, гаджетте, әлеуметтік желіде. Ал жанындағы адамды ұмытып кетеді. Ол фильмі бізге ой салады. Жасанды интеллект қанша жерден ақылды болса да, адам жанның орнын баса алмайды. Ал шынайы махаббат тірі жан мен тірі жанның арасында ғана туады. Фильмдегі Теодор секілді бүгінгі адамда жалғыздықтан қашып жүр. Біз бір-бірімізді тыңдауға уақыт таппайтын жүрген заманда жасанды интеллект бәрін естіп, бәрін түсінетіндей көрінеді. Қазірдің өзінде компьютерлік жүйелер біздің шешімдерімізді қабылдап береді, тіпті роботтар кейбірі шығармашылықпен айналыса бастады. Адамның орнын машина, роботтар басып барады. Әрине, бұл технология дамуының жетістігі. Бірақ оның зиянды жақтарында ескеруіміз қажет. Адамдардың бір-бірімен әңгімелесуін, шынайы эмоция мен көзқарастан туған жылылықтың орнын ешбір жасанды интеллект толық толтыра алмайды. Дәл қазіргі уақытта технологияға тәуелділік күшейіп барады. Ең үлкен қауіп адамның орнын түгелдей роботтар алмастыруда. Егер роботтар сезімге де ие болса, онда махаббат пен достықтың да қадірі кетпей ме? Адамның жүрегін ешбір алгоритм басқара алмайды. Сезім тек адамға тән қасиет. Сондықтан жасанды интеллект құрал ғана, ол бізді толық алмастыра алмайды.